Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын құрамы қарапайым алмалы бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды, 300 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен, не болмаса венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Өзінен 2-3 есеге ұлғаю қажет. Жұмыртқаны көпіртетін кезде миксердің ең төменгі жылдамдығынан ең жоғарғы жылдамдығына қарай алып барғандарыңыз дұрыс. Сонда біздің пирогтарымыз жақсы көтеріліп шығады. Үстінен 200 грамм сары майымызды саламыз және миксердің көмегімен 1-2 рет араластырып, үстінен 200 грамм творогымызды қосамыз. Творог бізде пастообразный болғаны дұрыс. 1 шай қасық қамыр қопсытқышын және де 250-300 грамм арасындағы ұн пайдаланамыз. Ұнның мөлшері әр ұнның сортына байланысты әртүрлі келеді. Кей пирогтарға көбірек, кейбіреулеріне азырақ ұн кетуі мүмкін. Сондықтан өздеріңіз консистенциясын қарайсыздар. Кішкене қоюлау болуы қажет. Қамырымыз дайын. Енді лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай бір араластырып аламыз. Және де формамызға құямыз. Форма менде 24 сантиметр. Өздеріңіз қалағандарыңызша 26 сантиметрлік формаға да пісіре берсеңіздер болады. Осылай жайып аламыз. Және де алдын ала аршып туралған алмамызды бір қатар етіп тізіп шығамыз. Алмалар міндетті түрде қабығынан тазалануы қажет. Өйткені піскен кезде күйіп кетуі мүмкін. Бұл уақытта газ пешін 170 градусқа, не 160 градусқа қыздырып қоямыз. Пирогтарымыз 1 сағат 10 минуттың көлемінде қызарып дайын болғанша пеште ұстаймыз. Піскен-піспегенін шпажканың көмегімен тексересіздер. Мінекей біздің пирогтарымыз дайын. Кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ, дәмі де ерекше дәмді болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Жақындарыңызды осындай тәттілер дайындап қуантыңыздар. Менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецептілермен бөлісіп отыратын боламын. Астарыңыз дәмді болсын.